Баршаңызға сәлем. Бүгін жасайтынымыз авокадо салаты. Ол үшін ең бірінші біз тауық етін маринадтаймыз. Маринадқа тауық еті, 1 ас қасық зәйтүн майы, жарты шай қасық тұз, паприка жарты шай қасық, қара бұрыш дәміне қарай, 2 тіс сарымсақ күштен өткіземіз. Лимонның жартысын сығып аламыз. Және 1 ас қасық бал. Барлығын араластырып етке жағамыз. Және 1 сағатқа тоңазытқышқа маринадтап қоямыз. Етіміз маринадтап болғаннан кейін қызып тұрған табаға қуырамыз. Орташа отта. Қалған маринадты үстіне құямыз. Бал карамельдалып қалады, сондықтан оны қайтаға үстіне жағып тұрған дұрыс. Сол ең ерекше дәм береді салатқа. Және екі жағынан қуырып аласыз, осындай қызартып. Етіміз пісіп болғаннан кейін айсбергті 2-ге бөлдім де, жартысын ғана пайдаландым. Видеода көрсетілгендей 4 бұрыштап турадым. Енді салатымызды жинаймыз. Қызанақ черейін ортасынан бөлдім. Айсбергімізге қостым. Піскен етімізді тураймыз. Етті өте сақтамаған жөн, үлкен ірі болғанда әдемі көрінеді. Қызыл жауамызды ортасынан бөлдім де, жартысын ғана турадым. Қызыл жуаны салатқа салғанда бөлшектеп тастаңыз, сонда салатта әдемі көрінеді. Авокадоны жұмсағын таңдаңыз. Авокадо осындай ортасынан бөлдім, сүйегін алып тастадым. Қасықпен оңай болады алғанда. Пышақпен ортасын кестім де, оны да 4 бұрыштап турадым. Оны да салатымызға қосамыз. Соңында суда піскен жұмыртқаны ортасынан бөлдім де, оларды да 4 бұрыштап турадым. Енді салатымыздың заправкасын, заливкасын жасаймыз. Ол үшін 1 ас қасық бал, 3 ас қасық зәйтүн майы, 2 түйір тұз, қалған лимонның жартысын сығамыз. Сүйектерін алып тастау керек. Жақсылап араластырамыз. Салатымызды құямыз. Енді салатымызды жақсылап араластырамыз. Осы салат істеп көріңіздер, дәмі ерекше, басқа салаттарға мүлдем ұқсамайтын. Астарыңыз дәмді болсын.